Сәлем баршаңызға. Бүгін біз құймақ дайындайтын боламыз. Мен осыған дейін 2-3 түрлі сумен және айранмен істелетін құймақтың рецептін ұсынған болатынмын. Енді бүгін сүтпен істейтін боламыз. Ол үшін бізге 2 тұқым, азғантай шым-шым тұз және де құмшекер, пісте май, керек болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін азғантай разрыхитель қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осылай араласып болды. Енді сүт құятын боламын. Сүтімізді құйып алдық. Жақсылап тағы да араластырып аламын. Мінекей араласып болды. Ұнымызды елеуіштен өткізіп салдым. Мінекей осылай миксердің көмегімен араластырып, осындай сұйықтық дайындадым. Блиниларды пісіріп бастадым. Мінекей менде осындай блинилар пісіп жатыр. Мінекей менің блиним дайын. Қараңыздар, өте дәмді, өте әдемі. Осындай тез-тез болып шығады. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздердің назарларыңызға бүгін осындай әдемі құймақтың түрін ұсынып отырмын. Өте оңай, қолжетімді заттардан жасалады. Ас болсын баршаңызға.